Сәлем достар, сіздермен қазақша обзор. Бұл выпускта Google'ның қалай шыққанын және қаншалықты үлкен екендігін айтамыз. Әлемдегі информацияларды қолжетімді және пайдалы болуын ұйымдастыру бұл Google'ның негізін қалаушылардың айтуынша компанияның ең басты миссиясы. 1995 жылы интернет деген не екенін бізге керек пе жоқ па білмейтін кезде 22 жасар Ларри Пейдж бен 21 жасар Сергей Брин Стэнфорд университетінде танысып, жатақхананың бір бөлмесінде тұрған студенттер бірге ғылыми жоба ретінде Backrub деген поисковая системаны жасады. Поисковая система бастапқы кезде тек университеттің сайтында болған. Атап кетейік, 95 жылы интернетте 15-ке жуық поисковая система бар еді. Олармен керек информацияны табу өте қиын, ыңғайсыз поисковиктер болған. Өйткені олармен іздегенде сайттарда кездескен сөздердің санына байланысты результат беретін. Болашақтағы миллиардтарына жеткізген Backrub'тың инновациялық жұмысы өте жылдам және нақты болуының себебі Сергей Брин мен Ларри Пейдждің жасаған PageRank деп аталатын құпия алгоритмында. Бұл алгоритм табылған сөздермен сайттың кері байланысын анықтап, маңыздылығына қарай результат беретін. 1997 жылы 15 қыркүйекте Backrub атын Google-ға ауыстырып, google.com доменін регистрация жасады. Сайттың басты беті поиск строкасынан тұратын қарапайым дизайн болуының себебі Сергей мен Ларридің HTML-де жұмыс жақсы жасай алмайтындықтан деп айтады. Ал Google-дің логотипі қазір ең танымал болуына да өте қарапайымдылығы үлес қосқан дейді. Атының шығуы Google деген бірдің артындағы 100 бар математикалық терминнен болатын. Бірақ алғашқы инвесторы Энди Бехтельштейн $100,000 чек жазып бергенде асығып атын қате Google деп жазған. Осылайша Google атауын ұнатып, құрбысының гаражында компанияның негізін қалаған. 1998 жылы Google'ның поисковой базасында 60 миллионнан астам сайт тіркеліп, поисковиктің жаңа технологиясының нәтижесі эксперттерді таң қалдырды. 1999 жылы тез өсіп кеңейген Google гараждан шығып Силиконовая долинадағы ғимаратта офис жалға алды. Осы ғимаратты 2006 жылы 319 миллионға сатып алып, қазіргі таңда Google'дің штаб-квартирасы сол жерде. 2000 жылы поисковикті қолданушылар саны күн сайын еселенуде болды. Осы жылға дейін Google кіріссіз тек мықты поисковик болатын, бірақ 2000 жылы іздеген текстке байланысты реклама ұсынуды ойлап тапты. Реклама текст күйінде көрсетіліп, мазаламайтын болғандықтан қолданушылардың көңілінен шықты. Google'дың табысы поисковиктен коммерциялық сайттарға переходтарды 5 центтен басталатын бағамен сатудан шығады. Айына 41 миллиард 315 миллион поискті өңдеп, компания табысқа бірден шыға бастады. Осы рекламалық система қазіргі кезге дейін ең эффективті болып саналады. Google интернеттегі жарнаманың негізін қалап, әлемдегі жаңа нарықтың лидері атанды. 2004 жылы алғашқы рет компания өз акцияларын сатылымға қойды. Компания NASDAQ ақш-тағы бағалы қағаздар нарығында арнайы жасалған онлайн аукционда 23 миллиардқа бағаланып, бір акциясы $85 болды. 2022 жылы компанияның капиталы $1,96 триллион асып, бір акциясы $2,900 бағаланады. Ең бай компаниялардан Tesla мен Apple'дан кейін 3-ші орынды алады. Бірақ Google'дың шынында қаншалықты үлкен екенін көп адам білмейді. Осыны анықтайық. Көп табыспен бірге компанияның продуктерінің тізімінде поисковиктен өзге заттармен толықтырыла бастады. Кейбірлерін компания өзі жасап шығарды, кейбірін сатып алды. Google переводчик ең көп тараған синхронды 100-ден көп тілдерді қамтитын аналогы жоқ аударма. Google Maps 2005 жылы алғаш болып смартфонға және компьютерға жердің спутниктен түскен суреттермен жасалған интерактивті карта сервисін жасады және бизнестермен байланыстырып, пробкаларды көрсететін навигатор қызметінде атқарды. Gmail СНГ мемлекеттерінде ғана Mail.ru кеңінен тараған. Mail.ru туралы шығарылым арнамызда жақында болады. Google'дың ыңғайлы спамнан қорғалған және әр қолданушының 15 гигабайттық памяті бар шектеусіз почта қызметін әлемде қолданатын адамдар саны 1,5 миллиардтан асады. Google Chrome 2008 жыл Google басшылары браузер проектіне сенбей қарсы болған. Сундар Пичай деген ол кезде инженер бөлімінің басшысы, ал қазір Google'дың SEO директоры өз энтузиазмымен жұмыс уақытын 20% жұмсап жасаған жобасы 5 жылдың ішінде әлемдегі интернет пайдаланушылардың 63% қамтитын номер 1 браузерге айналды.
Соңынан Google Chrome операциялық системасын шығарды. Ол Linux операциялық жүйесінде негізделген дербес компьютердің басқару программасы. Және Chromium движогын жасады. Қазір осы движок ядросында Яндекс браузер, Microsoft Edge браузері, Opera жұмыс жасайды. Google Docs документтерді онлайн ортақ өңдеуге, өзгертуге, почтамен жөнелтуге арналған приложение. Word, Excel презентацияларды салып, бірге өңдеуге керек адамды шақыра аласыз. Операционная система Android. Алғашында Android Inc. компаниясы жасаған, кейіннен 17 тамыз 2005 жылы $50 миллион Google сатып алып, дамытумен айналысты. Қазіргі таңда смартфон, планшет, смарт телевизор, электронды кітап, ойын приставкалар, смарт сағат, фитнес браслет және автомобильдердің мультимедиасының операционных системасына айналды. Әлемдегі смартфондардың 80% Android системасында. Әрі қарай YouTube сатып алған күні 10 желтоқсан 2006 жыл. Илон Масктың PayPal компаниясында жұмыс істеген 3 әріптес стартап жасап, 2005 жыл 14 февральда ашқан сайты танымалдылық атқандығы сонша Google $1 миллиард $650 миллион сатып алуға бәсекеге барды. Қазір YouTube'тың қаншалықты үлкен екендігін айтуға жеке видео қажет. Бір сөзбен айтқанда, интернет сайттарынан әлемдегі Google'дан кейін екінші орында алады. Қазір таңда YouTube'тың жеке өзінің жылдық обороты $15 миллиард асады. Google Pixel компания өзі жасаған құралдар тізбегі. Оларға смартфон, планшет, ноутбук және тағы басқа аксессуарлар жасады. Pixel смартфондары Қазақстанда официально сатылмайды, бірақ ең мықты камерафондар қатарында. Келесі Nest. Apple компаниясынан шыққан инженерлер жасаған компания ақылды үйге арналған құралдарды термостат, түтін датчиктері мен бақылау камераларын программаланатын қылып жасады және өзі үйренетін жасанды интеллектпен жабдықтады. 2010 жылы дамып келе жатқан компанияны Google $3 миллиард $200 миллион сатып алды. Қазір Google'дың бүкіл үйге арналған құрылғылары Google Nest брендімен шығуда. Google және Яндекс. 2003 жылы Сергей мен Ларри Москваға келіп, Яндексті $30 миллион сатып алмақ болды. Сөйлесім соңында бағасы $130 миллион дейін өскен болатын. Бірақ соңында заңгерлердің келіспеуімен сделка жасалмады. Қазіргі таңда Яндекстің капитализациясы 12 миллиардтан асып тұр. Компанияның негізін қалағаннан бері үздіксіз өсіп келуде. Қазіргі таңда Google'дың регулярно пайдаланушылар саны 1 миллиардтан асады. Жыл сайынғы обороты $180 миллиард жоғары. Әлем бойынша 1 миллионнан аса ақпараттарды өңдейтін серверлері бар. Forbes рейтингі бойынша Google ең үздік жұмыс берушілер қатарында. Компанияда 120 мыңға жуық адам 70 мемлекеттен жұмыс жасайды. Google'да тегін ресторандар, фитнес залдар, дивандар мен массаж креслолар қамтамасыз етілген. Және әр әріптес жұмыс уақытын 20%-ын қалағанынша қолдана алады. Компанияда бала бақша жасалғанымен қоса, қаласа үйінен жұмыс жасай алады. Бұлардың барлығы компаниядан талантты әріптестерінің кетпеуі үшін жасалған жағдай. Және жас таланттарды өздеріне тарту мақсатында Google студенттер арасында жыл сайын турнир жасайды. Ол жерде программисттер уақытқа есеп шығарудан жарысып, 15 финалисті Google'дың штаб-квартирасына шақырады. Google'дың бүкіл болған продуктерін айтып шығатын болсақ, видео бірнеше сағатқа созылуы мүмкін. Сондықтан ең басты деген ақпараттарды алуға тырыстық. Ал біз ұмытып кеткен факторды әрине комментте толықтыруға болады. Сонымен достар, осы видеодан не түсіндік дейсіздер ғой? Негізін қалаушы Сергей Брин мен Ларри Пейдж қарапайым студенттер болған. Олар поисковиктің жаңа түрі керектігін байқап, халық көріп бағаласын деп бар күштерін осыған салды. Ал әлемнің алдына айналдырған рекламный бизнес қосымша пайда болды. Ендеше келесіде жақсы идеяңнан бас тартпай тұра, екі қарапайым бірақ ақылды жігіттердің әлемді өзгерткенін есіңізге алыңыз.